Қымбатты достар, сіздерге бүгінгі видеода Америкадағы мектептер жайлы айтатын боламыз. Қазақстанмен салыстырғанда қандай ерекшеліктері бар, оны да қозғаймыз. Жалпы бұл жақта мектептерді қалай салады, сыныптар қалай орналасқан, қалай безендіреді, соның барлығын біз талқыладық. Және де осында оқитын америкалық оқушы қыздан кішігірім сұхбат алдық. Бұл видео өте қызық, пайдалы ақпаратқа толы, сондықтан соңына дейін қарап, ұнаса бізге қолдау көрсетіп, комментарий жазып отырыңыздар. Ал кеттік, бастаймыз. Жалпы балалар Америкада неше жастан мектепке барады деген сұраққа жауап беретін болсам, мектепке дейінгі дайындық сыныптары 4 жастан басталады, және бастауыш сыныптары бұл 1 мен 5 сыныптар аралығында бастауыш мектепте оқиды. Бұл жақта бастауыш, орта және жоғары мектептердің ғимараттары бөлек-бөлек болады екен, яғни қаланың басқа райондарында орналасуы да мүмкін. Орта мектеп 6 сынып пен 8 сынып аралығы, және жоғарғы мектеп 9 сынып пен 12 сынып аралығында балалар оқиды екен. Мына осы айтып жатқан мектепте 3 кіреберіс бар. Бұл қызметкерлерге, мұғалімдерге арналған бір кіреберіс. Мына қазіргі 2 кіреберіс бұл орта мектепке оқитын оқушылар кіреді бұл жақта, яғни бұл 6, 7, 8 класс сыныптарда оқитын оқушылар, және 3 кіреберіс ол жоғарғы мектеп, ол 9, 10, 11, 12 сыныптар оқушылары сол жақтан кіреді. Мына енді көріп отырсаңыз, барлық жер мына көк түспен боялған, яғни бұл жақта 2 коридор бар. Осы 6, 7, 8 сыныптарға арналған сыныптар осында орналасқан. Енді сіздерге жаймендеп, ақырындап осы сыныптарды ашық болса көрсетейік. Жаңа айтып өткендей, біз бүгін сенбі күні түсіріп жатырмыз. Бұл негізі сенбі күндері мектеп жоқ, бірақ қалаған оқушылар келіп, қосымша сабақтар өте алады. Сондықтан да біз бүгін оқушылар аз кезде түсіріп жатырмыз. Ал енді мынау орта мектептің 1 дәлізі, коридоры не байқап тұрсыздар? Яғни, маған ең бірінші кіргенде бұл ашық жарқын түстер. Мысалға, әр оқушыға берілген шкафтар өздерінің мына жерде кодымен ашып, өздерінің жаңағы сумкаларын, рюкзактарын осында қалдырады. Мектепке рюкзакпен, сыныпқа рюкзакпен кіруге болмайды, сондықтан олар осында қалдырады, тек керек кітаптарын, дәптерлерін алады. Яғни байқағаныңыздай, барлық оқушыларға осындай шкафтар берілген. Және өте маған ұнайтыны, бұл жақта жаңа айтқандай ашық жарқын түсте, және неше түрлі безендіру жасайды. Жаңағы коридорларды болсын, сыныптарды болсын, бәрін әдемілеп тематика бойынша жасайды. Мысалға, ақпан айы бұл Африка-американдықтардың айы болып есептелетін. Сол тематикада, яғни жаңағы адамдардың құқығы теңесу, тең болу үшін жаңағы жасалынған мұғалімге мысалға тапсырма берген болатын, сыныптарды безендіру керек, және де сыныптың кіреберісін безендіру керек. Енді көріп отырғандарыңыздай, мысалға мына жерде Black History Month деп жазылып тұр. Сол тематикаға байланысты. Мына жерде мысалға көріп тұрсаңыз, африкалық қыздың бейнесі жасалынған, өте күшті фантазиямен. Мына жақта осы африкан-американдық осы мектепте қызмет істейтін адамдардың суреті жасалынған. Сіздерге алғысымыз шексіз. Сіздер мына тарихты жасап жатырсыз деген сөздер жазылып тұр. Ал мына жерде осы африка-американдық оқушылардың суреттері, енді барлығы емес, сол суреттері қойылған екен. Яғни бұл жақта мұғалімдер тек қана сабақ бермейді, онымен қоса осындай істермен айналысу керек. Яғни біраз кішкене жұмыстары бар, міндеттері де бар. Мысалға, испан тілі осы бар жоғы, мектепте 2 испан тілі мұғалімі бар. Барлық осындай елдердің флагтарын, жалауларын қойып қойған, және де осындай
атақты африка-американдық адамдардың суреті қойып қойған екен. Достар, және барлық мектептерде осындай мына су ішетін орындары бар. Мына фонтанчик деп аталады деймін. Осылай басып су ішсеңіз болады, немесе бутылкаңызды алып келіп, мына жерден суды құйып алсаңыз болады. Бұл тек қана мектептер емес, барлық мемлекеттік ғимараттар, бұл кітапхана болсын, ТРЦ-лар болсын, ойын сауық кешендері, барлық жерлерде осындай адамдарға жағдай жасалынған екен. Өте жақсы. Біздің де Қазақстандағы мектептерге қолдануға болады деп ойлаймын. Енді биология сыныбына кіріп көрсетейік. Бізде биология сыныбы, жоғарғы мектептегі оқушылар оқиды бұл жақта. Байқағаныңыздай, бұл жақта басқаша группа сияқты оқушылар отырады. Және мұн жақта мұғалім сабақты түсіндіреді. Және бір ерекшелігі, бұл жақта оқушылар барлығын жаңағы электронды түрде тесттерді тапсырады. Мектептегі жұмыстар бәрі онлайн, жаңағы осы мынау Chromebook деп аталады, осында жасайды барлық жұмыстарын. Осында мектепке, сыныпқа кіргенде осыны бірден алып, жаңағы партаға отырады. Шығартын кезде осыны тапсырып кетеді. Барлық экзамен, барлық жаңағы мектептегі берілген тапсырмалардың бәрі онлайн жүргізеді екен. Мен ойымша, оның плюсы де бар, минусы де бар. Өйткені традиционный жаңағы қолмен жазуға да оқушылар үйрену керек сияқты. Міндетті сабақтар болып есептелетін бұл жаңағы ағылшын тілі, English Language Arts деп аталады, және reading, жаңа кітап оқу, одан бөлек математика және наука, ғылым сабағы міндетті сабақтар болып есептеледі. Біз мына жақта орта және жоғарғы оқу мектептерінен айтып өткендей түстер арқылы айырмашылық жасап қойған. Осы жерден жоғарғы сыныптағы сыныптар орналасқан. Сарғыш оранжевый жақта көк түсте орта мектеп орналасқан. Мына жақта біз мектептің асханасын көріп тұрмыз. Негізі былай мен видеоларды да қарап салыстырдым. Барлық мектептің асханасы плюс-минус бірдей екен. Оқушылар жаңа орта мектептің мысалға түскі асы 10:30-да басталады екен. Ойлаңыздаршы, неге сонша ерте? Білмедім. Мүмкін жаңағы бұл асхананың көлемі барлық оқушыларға жетпегеннен бе, мүмкін солай да жасалынған шығар. Бірақ мен оқып зерттеп қарағанда да барлық мектептерде осындай түскі ас ерте басталады екен. Орта мектептің жаңа 10:30-да басталады, жарты сағат осы асханаға берілген, және жарты сағат далада ойнайды. Және жоғарғы мектеп 12-15-тен бастап келеді, осында келіп тамақтанады. Енді тамақтану жайлы мен ойымша, мен сіздерге жаңа көрсетемін қазір қандай тамақтар береді. Сіздер өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Негізі біздің тамақтарға жетпейді. Шынымды айтсам, бастапқы кезде кішкене мен таңғалдым, қалай осы жаңағы бургер, гамбургер, пицца береді деп, бірақ осы Американың барлық мектептеріндегі тамақ сондай екен. Біз жаңа мынау жоғарғы мектеп жағында зонасында жүрміз. Ал мына жерден бастап тек мұғалімдерге кіруге болатын, мұғалімдердің жаңағы асханасы, кафетерий сияқты, және тек қана қызметкерлер кіруге болатын жер. Қазір көрсетейін. Ал достар, қазір міне мұғалімдер бөлмесіне кірейік. Бұл жақта мұғалімдер тамақтанады, және сабақтары болмаса бос уақытында осылай келіп отырса болады. Мына жерде кодпен кіреді. Осы жерде мұғалімдер келіп, өздерімен түскі ас алып келеді, тамақтанады отырып, барлығы бар, жаңағы микроволновый пеш, шай ішуге болатын. Мынау 3 принтер орналасқан, копия жасауға болады, қағаздарды шығарып алуға болады. Мына жерде өзіңіз сыныпта отырып,
осы принтерларға жібересіз и осына келіп мына код арқылы шығарып алсаңыз болады. Өте ыңғайлы, барлық жағдай жасалынған, шынымен де жасалынған. Оқушылардан қалған, желінбей қалған жемістерді осы мұғалімдер бөлмесіне келіп қояды. Өте ойластырылып жасалынған, келіп қанша алғың келеді, сонша алып кетсең болады. Бұл жақта мысалға мектеп консулы деп атасақ болады. Бұл адамдар жаңағы оқушылармен жұмыс істейді, колледж, университеттерге тапсыруға көмектеседі. Және де егер өздерінде ментальный басқа да проблемалар болса, осылармен сөйлесіп жұмыс істейді. Менің ойымша біздің Қазақстанда ондай жоқ. Мүмкін жеке мектептерде бар шығар, бірақ жақсы идея деп ойлаймын. Осы бізге де осындай тәжірибелерді алып, бөлісіп, және біздің мектептерде қолдансақ. Мына жерде бізде актовый зал, неше түрлі іс-шаралар өтеді. Енді менің бір байқағаным, бұл Америкада көбіне статистикаға көп қарайды екен. Мысалға, қанша оқушы колледж, университетке түсті, қандай жаңағы гранттар алды, мысалға 9-10 сыныптар бітіргенде қанша оқушы жаңағы сәтті аяқтады деген сияқты. Мына қараңыз, мынандай бір плакат, баннер, осы оқушылардың, бітірейін деп жатқан оқушылардың 12-ші сыныптағы қаншауы барлық сумма грант алғаны осындай бір термометр сияқты жасалынған екен. Өте қызық. Ғылым және технология сыныбы, жарық, жылу атмосферада өткені неше түрлі жаңағы баннерлар, неше түрлі фразалар, жаңағы мотивационный, сен жасай аласың, сен мықтысың деген сияқты бүкіл жерде көре аламыз. Одан бөлек, мына жақта уже сыныптарда бірге отыруға болады. Группа бір топ болып жұмыс істеуге, немесе мына жерде балалар жеке-жеке жаңағы мына мысалға экзамен, тесттер болған кезде әркім жеке-жеке отырғызады. So Elida, I want to ask you about this school. What do you like the most here? Well, I like the fact that some of the teachers are respectful towards everyone and that they're very understanding about certain things. So like if you turn in your assignments late, they talk to you about it and then they fix your grade. And then also they got pullouts for people who are either in need of help with their assignments and stuff like that. What you don't like here? Like, it's okay, just feel free. There's actually nothing wrong or like bad about this school that I probably wouldn't like. Like, everything's actually pretty decent. What are your favorite subjects? My favorite subject? Well, now I can consider biology being one of my favorite subjects. No, you are okay. But don't tell me like because of I am biology teacher. This is like a general question. No, actually, you've made me want to go to like biology more because I understand the topics now better than I've done before. But my overall favorite subject is math because it's like one of those things that just click. Do you like the food here? Because I was a bit shocked because I came from different country and just I'm exploring the America from the I'm the new one here, and when I saw the food here I was a little bit surprised because in my country we gave the lunch hot meals like the soups and all the stuff, but here I don't see these things, and as I know in all the places the lunches are the similar, like, right? Do you like the food here?
It's decent, except for pizza. Their pizza isn't really like Pizza? it's not good and it's not bad. Like, it's decent. The food here is decent in general. Okay. What do you have any dreams after you finish? What kind of profession do you want? Actually, I want to be a neurosurgeon and Oh wow! and possibly an architect. Wow. So you know that you have to study hard. So you left only, you were in a 9th grade, 10, 11, and 12, right? Okay. What else? I think we're fine. You're welcome. Thank you. Бұл жақтағы мектептердің тағы бір ерекшелігі ата-аналар жиналысы. Біздікіндей бір мектепте барлық ата-аналар келіп, бір сыныпта отыру деген жоқ екен. Бұл жақта ата-ана келіп, әр мұғалімге жеке-жеке соғады екен. Сонда жаңағы мұғалім сыныптың сыртында осылай тұрады, 3 сағаттай созылады. Әр ата-ана келіп 15 минут максимум бөлінеді. Жаңағы баланың прогресс қандай жетістіктері жайлы сөйлесуге болады. Мен ойлаймын, осы бұл жақтың системасы ол жағынан жақсы секілді. Өйткені жаңағы төмен оқып жүрген баланың ата-анасы барлық басқа ата-аналардың арасында тұрып алып, жаңағы мұғалім айтпайды да, неге сіздің оқушыңыз осылай төмен оқып жатыр, не болып жатыр деген сияқты басқалардың алдында қызармайды. Тек қана жеке-жеке, тек мұғалім ата-ана болып, баланың жоғарылауы үшін, прогрессі үшін не істей аламыз деген сияқты жаңағы сөз қозғайды. Бұл мен ойымша жақсы, тек жеке өтілгені. Тек мұғалімге кішкене біраз қиындау болуы мүмкін. Уақыт жағынан ұзағырақ әр ата-ана келіп 10-15 минут осы баланың жетістігі жайлы сөйлеседі. Бір 3 сағатқа созылуы мүмкін. Барлық оқушыларды айтып шығам дегенше. Түскі ас уақытында оқушылар жарты сағат 30 минут жаңағы асханада болады. Одан кейін 30 минут осы далада ойнайды. Бұл жақта ауа райы қолайлы, сондықтан далаға шығарады. Және осы 2 топ ауысады. Далаға шыққандар сосын барып, асханаға барып тамақтанады. Барлық кезде осы мұғалімдер оқушыларды қарап, күзетеді деп айтсақ та болады. Бұл жақта қауіпсіздікке өте үлкен мән береді. Бұның себебі бар, өйткені Америкада мүмкін сіздер білесіздер, білмейсіздер, бұл жақта қару-жарақ ұстауға әркімнің құқығы бар. Сондықтан жаңағы мектепке бөтен адам кіре алмайды, тек жаңағы кілтпен кіре аламыз. Және де жаңағы бізде рациялар бар мұғалімдердің арасында. Әркім осы кім қайда жүр, не болды, бір жағдай болса, бір оқушыны таба алмай жатырсақ, міндетті түрде 5 минуттың арасында барлығымен хабарда болып, осындай рациялармен біз барлық мұғалімдермен хабарда боламыз.
Next up, we have Maddox Rose. Next up, this is the North Maddox. Next up, we have Sire Williams. Sire Williams is next. Мектепте өртке қарсы тренинг болып жатыр. We will come up here, and how we do this is everybody judges this, so not just the judges. So Monday was Candy Cane or Peppermint Day, and Miss Bautista. If you didn't know, Miss Bautista made like all the buttons on her shirt, on her shoes, in her hair. She like made it. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Каналымызға жазылып, қолдау көрсетіп, пікір қалдырып отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше, қымбатты достар.